Қайырлы күн достар. Химия 8 сынып химиялық байланыс түрлері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: электр терістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру, иондық байланыстың түзілу механизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжау, заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру. Бірінші тапсырма: периодтық жүйеде период бойынша солдан оңға қарай, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай химиялық элементтердің электр теңсіздіктері қалай өзгереді? 4 нұсқаның біреуін таңдау керек. Сұрақтың мазмұнына мән беретін болсақ, электр теңсіздіктің өзгеруін алдымен период бойынша солдан оңға қарай сұрап тұр. Периодтық кестеге қараймыз. Период дегеніміз көлденең орналасқан қатар. Мысалға, екінші периодты қарайық. Период бойынша солдан оңға қарай, яғни сол жағымыз міне, оң жағымыз ол міне. Енді осы бағытта электр терістіліктер қалай өзгереді? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Солдан оңға қарай электр терістіліктің артып жатқанын байқаймыз. Демек, бізде артады деген екі нұсқа бар. Артады. Енді екінші сұрап тұрғаны топ бойынша жоғарыдан төменге қарай электр теңсіздігі қалай өзгереді? Периодтық жүйеге қараймыз. Топ дегеніміз ол тік орналасқан қатар. Мысалға, екінші топты қараймыз. Жоғарыдан төменге қарай жүргіземіз. 1,5, 1,2, 1, 0,9, 0,8. Топ бойынша жоғарыдан төменге қарай электр теңсіздік мәндердің азайып жатқанын байқадық. Демек, артады және кемиді. Дұрыс жауабы С. Екінші тапсырма. Ковалентті байланысы бар қосылыстар берілген. Фтор 2, H фтор. А тапсырмасы. Ковалентті байланыс түрлерін ажыратып жазыңыз. Фтор 2, фтор болып байланысқан. Әр фтордың электр терістілігі 4-ке тең. Электр терістілік мәндері бірдей атомдар арасында ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Сутектің электр терістілігі 2,1, бромның электр терістілігі 2,8. Электр терістілік мәндерінде аз айырмашылық бар, демек ковалентті полюсті. Б тапсырмасы. Нүктелер мен айқыштар диаграммасын қолданып, ковалентті байланыстардың түзілу механизмін түсіндіріңіз. Фтор бізде 7-ші топта орналасқан. Сондықтан оның сыртқы қабатында 7 электрон бар. Оның 6-ы 3 жұп құрып тұр, 1-еуі жұптаспаған. Қосамыз. Екінші фтор атомының электрондарын айқыштармен белгілейміз. Дәл солай 7 электрон, 3 жұп және 1 жұптаспаған. Жұптасқан электрондарын салып қоямыз. Ал мына жұптаспаған жалғыздан тұрған дара электрондары ортада электрон жұбын құрады. Бұл ортақ электрон жұбы. H. Сутектің сыртында жалғыз бір ғана электроны бар екен білесіздер. Қосылған. Бром бізде 7-ші топта орналасқан, сыртында 7 электрон бар. Сутектің жұптаспаған бір электронымен бромның міне жұптаспаған бір электроны ортақ электрон жұбын құрады. Осылай екі атомның арасында ковалентті полюсті байланыс түзіледі. С тапсырмасы. Электрон бұлтының қаптасуы арқылы химиялық байланыстардың түзілу сызба нұсқасын сызыңыз дейді. Фтор атомы үшін сызайық. Жалпы 7 электрон деген ол балалар бізде 2 орбитальда орналасады. 7 электрон салайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл S орбиталь,
бұл p орбиталь. Сонда фтор атомдарының байланысқа түсетін жұптаспаған электрондары p орбитальда жатыр. Демек, олар p электрондар. Ал p электрондардың пішіні 8-дік көлемді болып келеді. Фтор молекуласының түзілуін жаза салатын болсақ, бірінші фтор атомы p электроны қосылған, екінші фтор атомының p электроны. Сонда бізде бір жазықтық бойында екі p электрондар қаптасады. Мына жерде байланыс түзілді. Бұл p байланыс. Фтор атомдары. Сутектің сыртында жалғыз ғана бір электрон бар, ол s орбитальда орналасатынын білесіздер. Сондықтан сутектің электроны шар тәрізді. Ол s электрон. Қосылған бром дәл фтор сияқты бромның байланысқа түсетін электроны p орбиталь. p орбитальда орналасқан. Сондықтан бізде бір жазықтық бойында мынадай қаптасу болады. S және p электрондардың қаптасуы. Мына жерде байланыс түзіледі, ол sp байланыс. Номер 3. Заттың формуласы мен химиялық байланыс түрін сәйкестендіріңіз. Графит берілген. Графитте жалғыз қараңыз, биметалл. Биметалдарға тән байланыс ол ковалентті. Графиттің алып құрылымды екенін білеміз, сондықтан алып құрылымды ковалентті полярсыз байланыс графитке тән болып келеді. Так, екінші H2S биметалл және биметалл. Электртерістілік мәндері әртүрлі. Олай болса, ол ковалентті полюсті байланыс. Ковалентті полярлы дейміз. Бір. Так, цезий хлориді. Цезий бізде металл, хлор, биметалл. Металл мен биметалл арасында иондық байланыс түзіледі. 2. Так, S8. Күкірт бізде биметалл және тек қана күкірт атомдарынан құрылған, сондықтан бұл ковалентті полюссіз. 4. Төртінші сұрақ. Кальций оксидіндегі байланыстың түзілуін Льюис диаграммасы бойынша нүктелер және айқыштар арқылы көрсетіңіз. Кальций. Кальцийдің сыртында жұптасқан екі электроны бар екенін білесіздер, бірақ сырттан энергия берілген кезде ол p орбиталына көшіп дараланады. Қосылған оттегі. Оттегі 6-шы топта орналасқан, сыртында 6 электроны бар. Айқыш арқылы бейнелейміз. Оның 4-еуі 2 жұп құрады, қалған 2-еуі жұптаспаған. Не істейді? Бұл жерде кальций өзінің электртерістілігі кіші болғандықтан, электртерістілігі үлкен оттекке электрондарын береді. 2 электрон береді. Сол кезде бізде кальций атом болып еді, 2 электроннан айырылды, демек 2 плюс деген заряд алады. Ал оттек сыртында 8 электрон болады, октет заңын орындайды. Ол 2 электронды қосып алғандықтан 2 минус заряд алады. Сонда жалпы формула бізде кальций О. Бұл тапсырмасы кальций оксидіндегі байланыс түрін анықтаңыз. Кальций бізде металл, оттек биметалл. Металлдар мен биметалл арасында иондық байланыс түзіледі. С тапсырмасы. Кальций оксидіндегі байланыстың түзілу механизмін сипаттаңыз. Кальций 4-ші периодта орналасқан, 20 электроны 2-8-8-2 болып таралған. Қосылған оттегі 2-ші периодта орналасқан, 8 электроны бар, 2-6 болып орналасқан. Әрбір атом октет заңын орындағысы келеді. Яғни сыртқы қабаттағы
s p орбитальдарын толтыруға ұмтылады. Бұл жерде қарайтын болсақ, кальцийдің сыртқы қабатында 2 электрон, 8 электронға толтырып октет заңын орындау үшін кальцийде 6 электронды қосып алған энергия жағынан тиімсіз. Сондықтан ол сыртқы қабатындағы 2 электронын оттегіге беріп жібереді. Ал оттек сыртқы қабатында 6 электроны бар, октет заңын орындау үшін 8 электронға 2 электрон жетпейді, сол 2 электронды кальцийден қосып алады. Сөйтіп, кальций ішкі 3 қабатымен қалады, 2, 8, 8. Сыртында 8 электрон болады, 2 плюс ионына айналады. Оттек 2, 6 болып еді, кальцийден 2 электронды қосып алып, 2, 8 болып өзгереді. 2 электронды қосып алғандықтан, оның заряды 2 минус болады. Кальций оксидінің 2 қасиетін болжап жазыңыз. Кальций оксидында иондық байланыс деп айттық. Иондық байланыс оларға қандай қасиет береді? Иондық байланысты заттар суда ерігіш болып келеді. Және иондық байланысты заттардың агрегаттық күйлері қатты болады. Келесі тапсырма. Берілген кристалл торлар бойынша химиялық байланысты анықтап, сол заттың қасиеттерін сипаттау керек, болжау керек. Бірінші берілген кристалл тор атомдық, яғни алмас берілген. Бұл атомдық кристалл тор. Атомдық кристалл тордың түйіндерінде көміртек атомдары орналасқан. Көміртек бізде бейметалл, бейметалл мен бейметалл арасында ковалентті байланыс түзіледі. Байланыс ковалентті. Атомдық кристалл тор затқа қандай қасиеттер береді? Ондай заттар қатты болады. Атомдық кристалл торлы заттар суда ерімейді. Және олардың балқу қайнау температуралары өте жоғары болады. Әлде қайда жоғары болады. Келесі кристалл тордың түйіндерінде натрий катиондары мен хлор аниондары орналасқанын көріп тұрмыз. Яғни металл мен бейметалл арасында иондық байланыс түзіледі. Иондық байланысты заттарға иондық кристалл торда. Иондық кристалл тор заттарға қандай қасиеттер береді? Ондай заттардың агрегаттық күйі қатты заттар. Иондық кристалл торлы заттар суда жақсы ериді. Иондық кристалл торлы заттардың балқу қайнау температуралары жоғары болады. Бірақ атомдықтан төмен болады. Иондық кристалл торлы заттардың ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізеді. Келесі кристалл тордың түйіндерінде молекулалар орналасқанын көріп тұрмыз. Олай болса, бұл молекулалы кристалл тор ковалентті байланысқа тән. Ковалентті химиялық байланысқа тән. Молекулалық кристалл тор заттарға қандай қасиет береді? Молекулалық кристалл торлы заттар көбінесе сұйық, газ, немесе ұшқыш қатты заттар. Молекулалық кристалл торлы заттардың балқу және қайнау температуралары төмен болады. Газдар минус температурада балқып қайнайды.
молекулалық кристалл тор заттарға электр және жылу өткізгіштік қасиетін бермейді. Жылу және электр тобын өткізбейді. Мінекей оқушылар, осылай кестені толтырасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де канал пайдалы болып жатырса, каналға тіркеліңіздер, қоңырау белгісін басыңыздар және лайк пен комментарий жазыңыздар.